Қостанай жері тарихымызға ғалымдардан бастап саясаткерлерге дейін танымал қайраткерлерді сыйға тартты. Кейкі батыр 1916 жылғы елдің ұлт азаттық қозғалысы тарихындағы аңызға айналған тұлғалардың бірі. Шоқан Уалиханов, первый казахский ученый, выдающийся путешественник, этнограф, фольклорист, исследователь истории и культуры народов Средней Азии, Казахстана и Восточного Туркестана. Ибрай Алтынсарин, казахский педагог-просветитель, писатель, фольклорист, общественный деятель, ученый-этнограф. По его инициативе была создана в Казахстане сеть народных светских школ. Ахмет Байтурсынов, выдающийся просветитель, поэт и ученый, изучал тюркские языки. Результатом научных исканий стала реформа казахской письменности и несколько учебников. Автором первого казахского букваря и одним из организаторов и руководителей правительства Алаш-Орда. Беймбет Майлин, классик национальной литературы, внес заметный вклад в становление почти всех ее жанров. Его перу принадлежит около 250 поэтических, более 100 прозаических и драматических произведений и оперных либретто. Является сценаристом первого казахского фильма «Амангельды». Был членом правления Союза писателей Казахстана. Міржақып Дулатов, ақын, жазушы, публицист, педагог, қоғам қайраткері. 20 ғасырдың басындағы қазақ мәдениеті мен әдебиетінің ірі өкілдерінің бірі. 1909 жылы алғашқы «Оян қазақ» атты өлеңдер жинағы жарық көрді. Әліби Жангелдин, белгілі революционер және азамат соғысының қатысушысы. Жер шарын айналып өтуге тырысты. Бұдан әрі Арабия түбегі, Месопотамия, Үндістан, Тайвань, Жапония арқылы жүрді. 4 жылдан кейін ол өзінің туған жеріне оралды. Амангелді Иманов, Торғай мен Торғай облысында кеңес өкіметін орнатуға белсене қатысты. Торғай уезінің әскери комиссары болды. Қазақстандағы алғашқы ұлттық красноармейск бөлімдерін қалыптастырды. Колчак әскерлерінің тылындағы партизандарына көмектесті. Шакшак Жанибек, батыр, полководец, государственный деятель. Первым среди казахов был удостоен высокого воинского звания Тархан фельдшмаршал. Жанибек остался в истории как батыр, не ведающий страха и поражений. Он известен как активный участник исторической Анракайской битвы, разгромившей джунгарские войска. Иван Павлов, участник Великой Отечественной войны, командир звена 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии Калининского фронта, командир эскадрильи 6-го гвардейского штурмового авиационного полка 3-й воздушной армии 1-го Прибалтийского фронта, дважды Герой Советского Союза. Леонид Беда, дважды Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР, генерал-лейтенант авиации. Во время войны он прошел путь от рядового летчика до помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе. Сражался на Сталининградском, Южном, 4-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах. Султан Баймағамбетов, 147 атқыштар полкының пулемет бөлімшесінің командирі, аға сержант, Кеңес одағының батыры. 1943 жылдың 25 шілдесінде пулеметтің ілмегін төседі.